Сәлематсыңдар ма оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз түп нұсқаны табу. Міне бізге осындай оригинал сурет беріледі. Осы суреттің дәл осы суретті келесі варианттардан, нұсқалардан табу керекпіз. Сондықтан мына оригинал суреттің, яғни түп нұсқаның сызықтарына, кішкентай бөлшектеріне, қай жері боялған, қай жері қандай түске боялған, соларға өте қатты мән беру керексіңдер. Жарай ма? Мысалы, біздің сұрағымызда мына суреттің жауабы дәл түп нұсқасы мына Б варианты екен, мына Б. Дәл сол сияқты келесі тапсырмаларды да дәл сондай заңдылықпен орындаймыз. Және де біздің екінші тақырыбымыз артық суретті табу. Сондықтан мына жерде берілген 6 түрлі нұсқаның қайсысы артық екенін табу үшін мұқият мән беріп қараймыз. Мына суреттер төңкерілген болуы мүмкін, мынау сияқты төңкеріліп тұруы мүмкін, қисайған болуы мүмкін. Соларға мұқият мән беріп артығын табамыз. Мысалы, мынау артық дейді мына сурет. Не үшін? Өйткені оның аузы былай қисайып кеткен. Егер мына суреттердің барлығын түзу қоятын болсақ, мынау сияқты барлығы бірдей болады да, артығы мынау болады.